Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың есімімен бастаймын. Баршаңызға Алланың сәлемі мен берекесі болсын. Осы күндерге аман-есен жеткізген Алла тағалаға сансыз шүкіршіліктер мен мақтаулар болсын. Шынайы мұсылманды басқалардан әр ісінің, өмір сүру салтының ислам талаптарымен үндесіп жататындығы, шариғат шегінен шықпайтындығы ерекшелейді. Мұсылманның үйі де оның тақуалығының, ислам талаптарын қалай орындайтындығының дәлелі. Шынайы мұсылман үйінің қандай болу керектігі жөніндегі белгілерді көрсек. Бірінші белгісі тақуа жар. Мұсылман үйі тақуа, тәрбиелі жардан, отанасынан, отағасынан басталады. Жар таңдаудың маңыздылығы жөніндегі хадистер жеткілікті. Мұның сыры тақуа жар Алланың разылығына ұмтылады, бақытқа кенелтеді. Отбасында береке мен шаттық орнауының басты себепшісі болады. Жақсы жар болмаса жайлы үйді елестету де мүмкін емес. Шынайы мұсылман үйінің екінші белгісі бұл үйде жұбайлар бір-бірін тура жолға бағыттайды. Шынайы мұсылман үйіндегі жұбайлар өздеріне жүктелген міндеттерді қалтқысыз орындап, бір-біріне мейірімділік, сүйіспеншілік танытады, бірін-бірі тура жолға бағыттайды. Бұл дегеніміз бір-бірінің иманын арттыру, құлшылығын қадағалау, Құранды үйрету, қайырымдылық жасауға итермелеу деген сөз. Иман бірде кеміп, бірде артып отыратын дүние. Сондықтан үнемі әр адам өзінің де, жарының да иманын арттырып отыруға тырысуы керек. Үшінші белгісі бұл үй Алланы еске алады. Алланы еске алу әр түрлі формада болуы мүмкін, жүрекпен, сөзбен, құлшылық, Құран оқу арқылы және тағы да басқа. Бұл шынайы мұсылман үйінде әркез орындалуы тиіс дүниелер. Сонда ол үйге періштелер Алланың жақсылығын жеткізбек. Мұхаммед пайғамбар, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, Алла еске алынбайтын үй өлгенмен тең деген. Төртінші белгісі бұл үй, құлшылық орны. Бұл 5 уақыт намаз осы үйдегі негізгі міндеттердің бірі болып табылады. Бесінші белгісі үнемі Құран оқылатын үй. Әсіресе үйді шайтаннан қорғайтын аятул күрсі аятын оқу. Алла елшісі, үйлеріңе шайтан жақындай алмас үшін үйлеріңде Әл-Бақара сүресін оқыңдар деген. Құран діндар адам үшін өмірлік маңызы бар кітап. Құранды оқу арқылы иман күшейеді. Алтыншы белгісі сүйіспеншілік пен өзара түсіністік орнаған үй. Құран оқылатын, Алла бұйрықтары орындалатын үйде ұрыс-керіске, реніш пен ашуға орын жоқ. Мұндай үйде махаббат, өзара сыйластық болмақ. Бұл үй жан тыныштық табатын мекен. Мұсылман үйінің отағасы харамға тыйым салып, отбасында ислами өмір салтын қалыптастыруы тиіс. Жетінші белгісі ислами кітапханасы бар үй. Мұсылман әрдайым білімін жетілдіруге, иманын күшейтуге тырысады. Сол себепті де әр мұсылманның үйінде хадистер жинағы, діни кітаптар, газет, журналдар, аудио, видео, уағыздар болады. Бұған күні бүгін қол жеткізу қиын емес. Ғаламтордан мешіт сайттарын ашып керекті мағлұматты алуға, уағыз тыңдауға болады. Бұл үйдегі осы кітап, газет, журналдарды отбасының басқа мүшелері оқи алатындай болуы керек. Сегізінші белгісі үйге қатысты сүннеттер орындалатын үй. Шынайы мұсылман үйінде Мұхаммед пайғамбар сүннеті орындалады. Мысал үшін бөлмеге оң аяқпен кіру, кірер алдында есік қағу және тағы да басқа. Тоғызыншы белгісі келген қонаққа қуанатын үй. Қазақ қонақ қыдыр дейді. Сапардан келген қонаққа тынығуға мүмкіндік беретін, жұмысымен келген адамға көмектесетін үйде әрине берекет болады. 10-шы белгісі тыйым салынған дүниелер болмайтын үй. Харам ас, алкоголь және тағы да басқа. Ал қалған дүние, мәселен теледидар, интернет тағы да басқалар тек қайырлы істер үшін қолданылады. Және де 11-ші белгісі әрдайым таза әрі жинақы тұратын үй. Исламда тазалыққа қаншалықты мән берілетінін бәріміз білеміз. Себебі тазалық жоқ жерге шайтан үйір және иман кететіні белгілі. Міне шынайы мұсылман үйінің осындай белгілері бар екен. Баршамыздың үйіміз шынайы мұсылман үйі болуын Алла тағала нәсіп етсін. Құрметті көрермендер, сіздер үшін арнайы жинақталған Құрандағы 40 дұға электронды кітапшасы сатылымда. Кітапшада ризық, отбасы бақыты, иманды күшейтетін дұғалар, тағы да басқа тақырыпта дұғалар бар. Бағасы 50% жеңілдікпен бар болғаны 1000 теңге. Сонымен қатар әр сатып алушыға сыйлыққа 5 керемет электронды кітапша беріледі. Асығыңыз, мүмкіндікті жіберіп алмаңыз, экранда көрсетілген нөмірге жеңілдік сөзін жазыңыз да, төлем жасап, электронды кітапшаларды бірден алыңыз.